Армысыздар менің құрметті көрермендерім, Сәуленің әңгімелері атты жаңадан ашылған қазақ каналын қолдаңыздар. Мен сіздерге қызықты оқиғалар желісімен аудио әңгімелер ұсынамын. Менің арнама жазылып, лайк басып, жақсы пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Жалған айып тағып, пәленбай жылға қаматып жіберген қойнымдағы қатыным екен. Өзім Таулы ауылда туып өстім. Бала кезімнен із кесуші болсам деген арманым болатын. Таулы қыратты, ойлы қырлы жерлердің бәрін шарлап, ең қиын өткелдерден қиналмай өтуді қалайтынмын. Мұның бәрі де кейін өскен соң өзімнің кәсібіме керек болады деп өзімді жастайымнан шынықтырдым. Кеңес кезінде із кесуші деген кино болатын. Соны қайталап көруден жалықпаушы едім. Басты кейіпкер сияқты мықты болсам, аңыз адам болсам деген арман мақсатыма жету үшін барымды салдым. Мектепті бітірген соң әскер қатарына алындым. Ең қиын десанттық топқа түстім. Мен үшін бұл жақсы болды. Басқалар қиналып әзер жүргенде мен тағы да жаңа дүниелер үйренсем деп барымды салатынмын. Әскерден келген соң ішкі істер саласына оқуға түстім. Арманыма қолым жетті. Осы салаға жұмысқа тұрдым. Сүйікті кәсібіме қолым жеткен соң барымды салып жұмыс істедім. Осы қасиетімді байқаған басшылық ең қиын да күрделі жұмысқа жіберетін мені. Ақыры мұным ескерусіз қалған жоқ. Сол кездегі астанамыз Алматыға қызмет бабымен ауыстырды. Арадағы аз ғана уақытта пәтерлі де болдым. Жұмыс деп жүріп қыздарға көңіл бөлмеппін. Осында келген соң сүйіктімді жолықтырдым. Анау айтқандай көркем де көсем де емес, қазақтың қарапайым ғана қызы. Тек мен оған Мәжнүннің көзімен қараған болуым керек. Әлемдегі ең әсем ару болып көрінді. Үйленгеннен кейін тумаластарымның барлығы да сенің теңің емес дегенді айтты. Тыңдамадым. Адамның сыртқы пішінінде мінезінің ұшқыны жатады деуші еді. Рас білем. Алғашында бақыт дедік, сүйіп қосылған жан-жарыңның жанында жүру, оны бақытты ету үшін барыңды салу, одан басқа не керек? Бұрын жұмыс деп қайда жұмсаса шаба беруші едім. Енді үйді айналған үй күшік құсап іс сапарлардан амалы болса сытылып қалып кететін болдым. Үйде ынтыға сүйген жарын күтіп отырса, айдалада жаурап жасынап қаңғудың не қажеті бар? Самалдың маған соншалықты әсер еткені әлі күнге дейін таңғалам. От еді, жалын болатын. Қанша сыртта жүрсем де өзіне тартып тұратын бір әулеті бар сияқты. Үйге жеткенше асығушы едім. Самал бірінен кейін бірі 4 баланы дүниеге әкелді. Өзімнен аумайтын балаларым үшін жанымды салып жұмыс істедім. Қызметім де, шенім де біртіндеп көтеріле берді. Осылай өмірім өте берсе арманым жоқ еді-ау. Алайда аяқ астынан әйелімнің маған салқынғандығын аңғардым. Бұрынғыдай ынтықтық жоқ, бір түрлі көренау тартқандай. Әлімжан деген досым барды, сол үйге келсе көзін ұшқындап кететінін байқап қалып ем, мән бермедім. Самалдың ессіз сезімге берілу мүмкін емес деген ой жібермейтін. Әрі досым мен әйелім туралы жаман ойлауға арым жібермейтін. Алданыппын. Ол екеуінің бірнеше жылдан бері көңіл қосып жүргенін қайдан білейін, қайран басым. Жұмыста сезік туып маған қарсы іс-шара басталды. Әу баста әлденеге күдікті ретінде қамауға алынды. Басыма іс түскесін жүнім жығылып, қайратым қашқандай бір күй болды. Мұндай бұрын басымнан өтпеген, жанымды жеп, неге бұлай деген сұрақ мазамды қашырды. Маған қақпан құрған дұшпандарым емес, қасымда жүрген ең жақындарым екенін білгенімде бармағымды шайнадым. Қоймадан қару-жарақ ұрлады деген айып тағылды маған. Ақтығымды дәлелдей алмай сергелдеңге түстім. Қызметтестерім менің адалдығымды айтып шырылдағанмен, күштінің арты диірмен тартып кетті. Сот залына әкелгенде басты куәгерді көргенде талып қала жаздадым. Басты куәгер әйелім Самал еді. Қойныңдағы қатыныңа сенбе деп атам қазақ бекер айтпағанына осы кезде тағы көзім жетті. Мені ынтық еткен көздерін менен алып қашып тік қарамайды. Сөйлеп жатыр. Не айтып жатқанын ұқпаймын. Бұл маған ауыр соққы болды. Ол менің қалай қару-жарақ ұрлағанымды қолдан қойғандай сценарийдан шатасып қалмайын дегендей тез айтып жатты.
Ақ болсам да, адал болсам да, қара жердің тесігі болса, кіріп кетуге шақ тұрдым. Өзім үшін емес, ол үшін ұялдым. Адал жар таңдай алмай қор болған өзімді аядым. Амалым не? Тағдырымның тосын сыйы мені осылай сыйлады. Басымнан шоқпармен ұрғандай сылқ түстім, жүнжіп кеттім. Осылайша мен әйелімнің арқасында пәленбай жылды арқалап кете бардым. Кейін әріптестерімнің айтуы бойынша әйелімді торға түсірген Әлімжан екен. Жан досым деп бар сырымды ақтарып жүрген досым мені өзінен озып кеткенімді қаламайды екен ғой. Мені жолдан ығыстыру үшін әйелімді айналдырған. Ол байғұс оның тәтті сөздеріне еліткен болуы керек. Мені қойшы, тым болмаса балаларымызды ойламадым екен деп күйінем. Қызмет бабымен өрлеп келе жатқан мені әлі де талай асуларды бағындырар ем. Әттең, оның әлдекімдердің жолын кескендей болғанын қайдан білейін. Осылайша әйелім мені сатып кетті. Күйініштімін бүгінде. Самалдың осындай қадамға баруына мәжбүр еткендей ештеңе істемеген сияқтымын. Аузынан шыққанның бәрін орындап отырдым ғой. Үй, көлік, бұлғын тон, алтын, күміс бәрін әпердім. Сонда менің кінәм не? Сені сүймеймін деп ашығын айтса, жөніне кетер едім ғой. Жала жауып темір торға қамататындай не жазығым бар еді.